Қайырлы күн, құрметті телекөрермен. Батыс Қазақстан облысы өңірлік коммуникациялар қызметінің Ақжайық телеарнасының тікелей эфиріндегі кезекті брифингін бастаймыз. Бүгінгі брифингіміздің тақырыбы арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету туралы. Ақпаратпен бөлісетін спикер Жақсылық Қаримоллаұлы Абдулов, Батыс Қазақстан облысы жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы басшысының орынбасары. Ендеше Жақсылық Қаримоллаұлы, сөз тізгіні өзіңізде. Қайырлы күн, құрметті телекөрермендер. Бүгінгі тікелей эфирдегі брифингте мен Батыс Қазақстан облысы бойынша арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету барысы туралы баяндайтын боламын. Әлеуметтік кодекске сай арнаулы әлеуметтік көрсетілетін қызметтер дегеніміз адамның тыныс-тіршілігін объективті түрде бұзатын негіздерді еңсеру үшін адамға жағдай жасауды қамтамасыз ететін және оның қоғам өміріне басқа азаматтармен бірдей қатысу мүмкіндіктерін жасауға бағытталған көрсетілетін қызметтердің кешені. Халықты әлеуметтік қорғау саласында арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету Қазақстан Республикасының әлеуметтік кодексіне, халықты әлеуметтік қорғау саласында арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету стандарттарына, арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсететін ұйымдар қызметінің қағидаларына және өзге де нормативтік құқықтық актілерге сай жүргізіледі. Арнаулы әлеуметтік қызметтер стационарлық, жартылай стационарлық, үйде қызмет көрсету жағдайында, уақытша болу жағдайында көрсетіледі. Стационарлық, жартылай стационарлық және үйде қызмет көрсету жағдайында арнаулы әлеуметтік қызметтер төмендегі санаттағы тұлғаларға көрсетіледі. Бірінші, психоневрологиялық ауытқулары бар 3 жастан 18 жасқа дейінгі мүгедектігі бар балаларға. Екінші, тірек қимыл аппараты бұзылған 3 жастан 18 жасқа дейінгі мүгедектігі бар балаларға. Үшінші, психоневрологиялық аурулары бар 18 жастан асқан мүгедектігі бар адамдарға. Төртінші, бірінші және екінші топтағы мүгедектігі бар адамдарға. Бесінші, егде жасына байланысты өзіне қызмет көрсетуге мүмкіндігі жоқ қарияларға. Уақытша болу жағдайында арнаулы әлеуметтік қызметтер төмендегі санаттағы тұлғаларға көрсетіледі. Белгілі бір тұрақтылықты жері жоқ адамдар және бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған және пробация қызметін есепте тұрған адамдарға, тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбандарына, адам саудасының құрбандарында. Адамды арнаулы әлеуметтік көрсетілетін қызметтерге мұқтаж деп танудың негіздері: жетімдік, ата-ана қамқорлығының болмауы, кәмелетке толмағандардың қадағалаусыз қалуы, кәмелетке толмағандардың арнаулы білім беру ұйымдарында, ерекше режимде ұстайтын білім беру ұйымдарында болуы, туғаннан бастап 3 жасқа дейінгі балалардың ерте психофизикалық даму мүмкіндіктерінің шектелуі, мүгедектік және дене бітімі мен ақыл-ой мүмкіндіктеріне байланысты организм функцияларының тұрақты бұзылуы, әлеуметтік мәні бар аурулардың және айналадағыларға қауіп төндіретін аурулардың салдарынан тыныс-тіршіліктің шектелуі, жастың егде тартуына байланысты өзіне өзі күтім жасай алмауы, әлеуметтік бейімсіздікке және әлеуметтік деправацияға алғап келген қатыгездікпен қарау, баспанасыздық, бас бостандығынан айыру орындарынан босатылуы, пробация қызметінің есебінде болуы. Арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету ұйымдарында келесідей қызмет көрсетіледі. Бірінші, әлеуметтік тұрмыстық, екінші, әлеуметтік мәдени, әлеуметтік педагогикалық, әлеуметтік психологиялық, әлеуметтік еңбек, әлеуметтік медициналық, әлеуметтік экономикалық, әлеуметтік құқықтық қызметтер көрсетіледі. Арнаулы әлеуметтік қызметтер облыс бойынша 31 ұйымдар арқылы көрсетілуде. Соның ішінде стационарлық үлгіде 11 орталық, жартылай стационарлық үлгіде 1 орталық, үйден әлеуметтік қызмет көрсететін 13 ұйым, белгілі тұрағы жоқ тұлғаларға арналған 1 мекеме, тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбандарына арналған 1 мекеме, үкіметтік емес ұйымдарда 4 үкіметтік емес ұйымда көрсетіледі. 2005 жылғы 1 қаңтардан бастап Қазақстанда әлеуметтік қызмет көрсету жүйесін трансформациялау шеңберінде арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету саласында елеулі өзгерістер енгізілді. Бұл инновациялар халықты әлеуметтік қорғауды жақсарту жөніндегі мемлекеттік саясаттың бір бөлігі болып табылатын әлеуметтік қызметтердің сапасы мен қолжетімділігін арттыруға бағытталған. Лицензиялауды енгізу бұл шара көрсетілген қызметтердің сапасын бақылауды күшейтуге және процеске кәсіби ұйымдарды тартуға бағытталған. Меншік нысанына қарамастан мемлекеттік және жеке ұйымдар лицензиялауға жатады. Осы жаңашылықты іске асыру шеңберінде Қазақстан Республикасының заңнамасына арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету саласындағы қызметті лицензиялау туралы нормалар енгізілді. Тиісті заңға тәуелді актілер қабылданды және ұйымдарға біліктілік талаптар белгіленді. Лицензиялауды министрлік жанындағы арнайы комитет жүзеге асыруда. Бұл қызмет ұйымдар үшін тегін. Лицензиялау процесі цифрландыруды да қамтиды. Бұл ғимараттардың санитарлық, эпидемиологиялық және өртке қарсы нормаларға сәйкестігі, қажетті жабдықтар мен жиһаздардың болуы,
сондай-ақ кадрлардың біліктілігі сияқты талаптардың сақталуын жедел бақылауға мүмкіндік береді. Бұл талаптарды сақтамау қызмет алушыларға қызмет көрсетудің жоғары сапасы мен қауіпсіздігіне кепілдік беретін қызмет көрсету құқығынан айыруға әкеледі. Бұл өзгерістер көрсетілетін қызметтердің сапасын жақсартуға, олардың қолжетімділігі мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған. Бұл Қазақстанның әлеуметтік қорғау жүйесін трансформациялаудағы маңызды қадам болады. Қазіргі таңда облыс бойынша 29 мекеме лицензияларын алды. Олар 12 арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы, 12 аудандық үйден қызмет көрсету ұйымдары және Орал қаласы бойынша 3 орталық және 2 үкіметтік емес ұйым. 2025 жылдың 1 сәуіріне 4843 адам арнаулы әлеуметтік қызметпен қамтылды. Атап айтсақ, арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында қызмет алғандардың барлығы 1429, соның ішінде қариялар 246, бірінші, екінші топ мүгедектігі бар тұлғалар 147, психоневрологиялық ауытқулар бар 18 жастан асқандар 944, мүгедектігі бар балалар 92. Арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталықтары: бір Аралас Орал қаласындағы арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы, 4 қарттар мен мүгедектігі бар тұлғаларға арналған орталық, 5-18 жастан асқан психоневрологиялық ауытқуы бар тұлғаларға арналған орталық, 2 психоневрологиялық ауытқуы бар балаларға арналған орталық. Үйде арнаулы әлеуметтік қызметпен қамтылғандар 2991 адам. Соның ішінде қарттар 2479, бірінші, екінші топ мүгедектігі бар тұлғалар 80, психоневрологиялық ауытқуы бар 18 жастан асқандар 253, мүгедектігі бар балалар 179. Орал қалалық зейнеткерлер мен мүгедектерге арналған аумақтық орталық жанында күндіз болуға арналған бөлімше арқылы 37 мүгедектігі бар бала, Орал қалалық тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбандарына арналған дағдарыс орталығы арқылы 14 адам, орталықты паналаған барлық қызмет алушыларға әлеуметтік, психологиялық, құқықтық қызметтер көрсетіледі. Жұмысқа орналасуға, әртүрлі анықтама алуға көмектер беріледі. Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің өмірлік қиын жағдайда қалған адамдарды қайта әлеуметтендіруге арналған орталығы, коммуналдық мемлекеттік мекемесінің қызметі, жоғалтылған әлеуметтік мәртебесін қалпына келтіруге бағытталған қажетті арнаулы әлеуметтік қызметтер кешенін ұсыну арқылы қызмет алушыларға жан-жақты көмек көрсетіліп, қалыпты өмірге қайтып алып келетін медициналық, психологиялық, құқықтық және өзге де іс-шаралар жүргізіледі. Әлеуметтік бейімдеу орталығының қызметі: құжаттарын ресімдеу, әлеуметтік қолдау, медициналық, психологиялық көмек көрсету, зейнетақы мен әлеуметтік жәрдемақы алуға жәрдемдесу, денсаулығына байланысты мүгедектік тағайындау, уақытша және тұрақты жұмысқа орналастыру. Түнде болу бөлімшесінде адамдар тәуліктің түнгі уақытында жаз мезгілінде 21-ден 9-ға дейін, қысқы мезгілде 18-ден 10-ға дейін бола алады. Ұтқыр әлеуметтік патруль қызметі белгілі бір тұрғылықты жері жоқ адамдарға олардың көшеде өмір сүру орындарына арнаулы әлеуметтік қызмет және медициналық қызметтер көрсетеді. Алғашқы медициналық тексеру және алғашқы санитарлық тазалау жүргізу, дәрігерге дейін көмек көрсету. Әлеуметтік бейімдеу қызметі арқылы 262 адам, оның ішінде орталықта 84, орталық жанындағы тәуліктің түнгі уақытында болу бөлімшесі арқылы 100, ұтқыр әлеуметтік патруль арқылы 78. Үкіметтік емес ұйымдар арқылы барлығы 110, соның ішінде жартылай стационар жағдайда 91 бала, тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбандары бойынша 19 адам қызмет алды. 2024 жылы Орал қаласында заманауи стандарттар мен технологияларға сәйкес келетін ақжайық мүгедектігі бар адамдарға арналған 150 орындық 16 орталығының құрылысы аяқталды. Қазіргі таңда орталық қызмет алушыларды қабылдау бойынша жұмыстарды бастауда. 16 орталығының негізгі мақсаты: тірек қимыл аппараты бұзылған, психоневрологиялық патологиясы бар мүгедектігі бар балаларды және бірінші, екінші топ мүгедектігі бар адамдарды әлеуметтік оңалту шараларымен қамтамасыз ету болып табылады. Әлеуметтік оңалту орталығының ашылуы жаңа технологиямен жабдықталған әлеуметтік оңалту қызметін басқа қалаға бармай алуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, оңалту орталығында ауылдық жерлерден келетін қызмет алушыларға стационарлық орындар қарастырылған. Қызмет алушылар абилитациялау мен оңалтудың жеке бағдарламасы негізінде қабылданады. Оңалту орталығында емдік жүзу бассейні, спорт зал, акт залы, рентген кабинеті, стоматология, УЗИ кабинеті, емдік дене шынықтыру залы, массаж кабинеті, физиотерапия, сәулемен емдеу кабинеттері, парафинмен емдеу кабинеті, сумен емдеу және су асты массаж кабинеті қарастырылған. Сонымен қатар, кәсіби бағдар
бағдар бөлмесі, тігін шеберханасы, ағаш және қыс шеберханасы, қол өнері үйірмесі, құм терапиясы, музыкалық бөлме, бейнелеу өнері үйірмесі, компьютерлік сынып қарастырылған. Басқармаға бағынысты арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында қызмет алушылар 18 жастан асқан тұлғалар бойынша 513 іс-әрекетке қабілетті, 755 іс-әрекетке қабілетсіздер. Орталықтарда бүгінгі күні бір Ұлы Отан соғысының ардагері, 10 тыл еңбеккері қызмет алуда. Ұлттық құрам бойынша нақты қызмет алып жатқан қызмет алушылардың ішінде қазақтар 856, орыстар 395, украиндар 33, татарлар 35, белорус 10 және өзге де 17 ұлттың өкілдері бар. Басқармаға қарасты балаларға арналған 2 орталық бар. Жартылай стационарлық үлгіде балаларға шапағат арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы және стационарлық үлгідегі көшім арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы арқылы қазіргі таңда 92 балаға қызмет көрсетілуде. Психоневрологиялық ауруы бар 18 жастан асқан мүгедектігі бар адамдарға Орал арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы жанындағы күндізгі болу бөлімшесі жұмыс жасайды. Бөлімше 30 орынға арналған, қазіргі таңда 30 адам қызмет алуда. Орталықта қызмет алушыларды үйінен орталыққа дейін және кері бағытта тасымалдау қызметтері ұйымдастырылған. Орталықтар тиісті деңгейде жабдықталған, қызмет алушыларға қажетті жағдайлар жасалынған. Қызмет алушыларға 5-6 мезгіл тамақтанумен қамтылады, сондай-ақ дәрігердің тағайындауы бойынша диеталық тамақтану да қарастырылған. Қызмет алушылар киім-кешек, аяқ киімдермен, төсек жабдықтармен, санитарлық гигиеналық заттармен, техникалық қосалқы құралдармен, қатты инвентарлармен қамтамасыз етіледі. Сонымен қатар халықтың әлеуметтік осал топтарының әл-ауқатын жақсарту және арнаулы әлеуметтік қызмет көрсетудің баламалы нысандарын дамыту мақсатында 2022 жылы ментальды бұзушылықтары бар адамдар үшін 20 орындық өз бетімен тұруды сүйемелдеу үйі ашылды. Өз бетімен тұруды сүйемелдеу үйі интернаттық мекемелердің негізгі және неғұрлым тиімді балама түрі болып табылады. Онда қоғамға әлеуметтендіру үшін жеңіл түріндегі ментальды бұзушылықтар бар адамдар тұрады. Бүгінгі таңда өз бетімен тұруды сүйемелдеу үйінде 21 адам қызмет алуда. Бұл орталық сол кездегі рухани жаңғыру бағдарламасы аясында салынды және ғимараттың салынуына облысымыздың кәсіпкерлері өз үлесін қосты. Өз бетімен тұруды сүйемелдеу үйі интернаттық мекемелерге негізгі және неғұрлым тиімді баламалы түрі болып табылады. Онда қоғамға әлеуметтендіру үшін ментальды бұзушылықтар бар адамдар тұрады. Бұл орталық ментальды бұзушылықтар бойынша мүгедектігі бар адамдарды қайта әлеуметтендірілуге, еңбек дағдыларын дамытуға, барынша үй жағдайына жақын жағдай жасауға мүмкіндік береді. Өз бетімен тұруды сүйемелдеу үйінің негізгі міндеті мүгедектігі бар адамдарды әлеуметтендіру, оларға тұрмыс, еңбек, демалыс уақытын ұйымдастыруда барынша өздігінен жасауды үйретеді. Сонымен қатар қоғамдық орындарда, қоғамдық көліктерде жүруге үйренеді. Өз қажеттіліктерін дүкендерден өздері алуға дағдыланады. Мұндай еңбек дағдыларын дамыту үшін тігін шеберханасы, әлеуметтік тұрмыстық бағдарлау бөлмесі, ағаш шеберханасы, шағын типография сияқты бөлмелер қарастырылған. Қызмет алушыларды ортаға бейімдеу, өздігінен өмір сүруге үйрету мақсатында 4 мекемемен меморандум жасалып, 5 қызмет алушы жұмыс жасауда және 5 қызмет алушы еңбек шарты бойынша жұмысқа орналасқан. Үкіметтік емес ұйымдар жартылай стационарлық үлгідегі арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсетуде. Арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету бойынша үкіметтік емес ұйымдармен ынтымақтастық жұмыстары 2010 жылдан бері жүргізіліп келеді. Жыл сайын мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде психоневрологиялық ауытқуы бар балаларға жартылай стационарлық үлгідегі және тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбандарына уақытша болу жағдайында арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсетілген. Пилоттық жоба аясында Орал қаласының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі арқылы 2023 жылдың қараша айында 35 балаға арналған шағын сыйымдылықтағы Ақниет орталығы ашылған. Осыған орай мемлекеттік сатып алу процедуралары жүргізіліп, келісімшарт жасалған. Қазіргі таңда орталықта 33 бала қызмет алуда. Бәйтерек қоғамдық бірлестігі және балалар елдің болашағы қоғамдық бірлестігі арналы әлеуметтік қызмет көрсету бойынша лицензия алды. Бөрлі ауданында Малика дене мүмкіндіктері шектеулі тұлғаларды қатарға қосу орталығы бүгінде 5 бала қызмет алуда. Осы үкіметтік емес ұйымдар арқылы тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбандарына да қызмет көрсетіледі. Бүгінгі күні нақты 13 адам қызмет алуда. Арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталықтары жұмысының ашықтығын қамтамасыз ету, үкіметтік емес ұйымдармен жұмыстарды жетілдіру мақсатында
үкіметтік емес ұйым өкілдері мониторингтік топтардың құрамына енгізіліп, орталықтарда қоздырылатын әртүрлі шараларға шақыртылып отырады. Арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарының қызметі құзырлы органдардың тұрақты бақылауында. Мемлекеттік органдар мен қадағалаушы органдар құзыреттері бойынша тексерулер тағайындап, азаматтардың құқықтарының сақталуын үнемі қадағалап отырады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Рахмет. Сұрақ жауап бөліміне көшсек, алаңымызға келіп түскен сұрақтар легі бар екен. Біріншісі, цифрландыру және онлайн қызмет көрсету осы салада қалай дамып жатыр? Жаңа сөз басында атап өттім. Биылғы жылдан бастап арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету лицензияланатын қызмет түріне ауысты. Осыған байланысты бізде социум әлеуметтік порталы іске қосылды. Барлық қызмет берушілер мен қызмет алушыларға көрсетілетін қызметтердің барлығы осы портал арқылы көрсетіледі. Бұл мемлекеттік қызметтердің барлығы да электронды түрде көрсетіледі. Сондықтан да осы сала цифрландыру бойынша жұмыстарды енгізу жұмыстары басталып кеткен салалардың бірі. Жақсы, рахмет. Екінші сұрақ, ауылдық жерлерде бұл қызметтер қаншалықты қолжетімді? Ауылдық жерлерде бізде 12 аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің қарасты үйде әлеуметтік қызмет көрсету орталықтары коммуналдық мемлекеттік мекеме болып жылдың басынан бастап ашылды. Осы бөлімдер арқылы үй жағдайында мүгедектігі бар адамдарға, қарияларға және мүгедектігі бар балаларға әлеуметтік қызметтер көрсетіледі. Жақсы, рахмет. Жақсылық Қаримұлы, алаңымызға келіп ақпаратпен бөліскеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Алдағы жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Осымен брифингімізді аяқтаймыз. Аман сау болыңыздар.